Амансыздар ма, ардақты әлеумет? Таңшолпанның тікелей эфирінде күйші, күйді зерттейтін зерттеушіміз Ардаби Мәулетұлы сіздермен жүздесуге келіп отыр. Қояр сұрақтарыңыз болса жолдаңыздар. Тікелей эфир телефоны 55-31-94, Астана қаласының коды 8-71-72. Ардаби, қайырлы таң, көңіл күйіңіз тамаша деген ойдамыз. Бүгін енді аптаның басы, апта енді басталып жатыр. Дегенмен осы домбыраңызды да арқалап келдіңіз. Бұл да бекер емес, күйші болғаннан кейін әлі де хабарымыздың соңында күй тартқызсақ па деген ойдамыз. Жалпы осы күйді зерттеуіңе не себепші болды? Алдымен күйшілік өзіңнің өнерің бе? Жоқ әлде керісінше осы күйлерді зерттеп, соған қызығушылық танытып, содан кейін күйге ден қойдың ба? Рахмет, енді өзім туылып өскен өлкемде мына күйшілік өнер өте керемет дамыған. Жастайымыздан құлағымызға сіңіріп өстік, құйып өстік. Өзімнің әкемде, арғы бабаларымда домбырадан күйден құр емес. Ауыл көлемінде, ел көлемінде домбырашы адамдар болған, құсбегілік мықты дарыған біздің отбасымызда. Сондай тәрбиелі ортада туылып өстік, әкем Мәулетте домбыраны жақсы тартады. Яғни сіздің күйші болып қалыптасуыңызға ең бастысы көзіңізді тырнап ашқалы бері құлағыңызға құйма құлақ болып отбасы себепші болды. Солай ғой, сол орта сізді қалыптастырды, иә? Өйткені енді бүкіл аға әпкелерімде жоқ дегенде бір-екі әннің басын қайырып тартады күнге дейін. Ал енді екіншіден осы Алматы қаласы Чайковский атындағы музыкалық колледжға түскеннен кейін белгілі күйші зерттеуші Мұрат Әбуғазы ағамыз мың күйді құрастырды, басқа да еңбектер шығып жатыр ғой енді. Сол жобаларға қатыстырып, Ардаби, енді сен туылып өскен өлкеңде күйлер әлі жеткен жоқ, зерттелген жоқ. Осыған атсалыс, сен сол өңірдің тумассың, жерін білесің, елін білесің деп бағыт бағдар берді. Өте дұрыс. Өзіңізден сұрағым келіп отыр, Ардаби. Жақын арада сіз өзіңіз Қытай еліне барып қайттыңыз. Ол жақтағы сақталған қазақтардың күй өнері туралы бір ауыз айтып кетсеңіз. Енді Қытай жерінде қазақтар жалпы Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесінде қоныстанған, жақсы білесіздер. Оның өзінде 3 аймақ дейді, Алтай, Тарбағатай. Ол 3 аймақ емес, өзі 5-6 аймаққа барады. Сыбыз өнері, қазақтың ескі домбыра күйшілік өнері, басқа да мынау қазақ фольклорына қатысты дүниенің бәрі бар ол жақта. Осы жолы барғандағы себебім мен мына экранын пайдалана отырып, теледидар. Біріншіден осы Қазақстан телерадио корпорациясының төрайымы Нұржан Жалауқызына үлкен алғысымды айтқым келеді. Белгілі қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков ағамызға үлкен алғысымды айтқым келеді. Себебі сол кісілердің қолдауыменен енді қазақтың өнерінде ешқандай шек-шекара болмайды ғой. Сол өнер қазақ радиосының алтын қорында қалсын, бізге мұра болып болашақ ұрпақтың бір игілігіне жарасын деген ниетпенен іс-сапар ұйымдастырып берді. Үлкен алғысымды білдіремін. Маған емес, қазақтың өнеріне жасаған жақсылықтар үшін. Яғни біраз күйлерді біздің қорға алып келдіңіз, иә? Алып келді, Құдай қаласа, енді қазақ радиосының эфирінде жіберіп жатырмыз. Халықтың назарына енді ары қарай жүйелеп, тағы да 1-2 жылдық материалымыз бар, Құдай қаласа. Жақсы, тамаша, керемет екен. Енді өзіңіз әрине ардан қалған күйшілеріміз де жоқ емес. Беріден кеше ғана көз алдымызда жүрген ағаларымыз да дүниеден өтті. Дегенмен өзіңізге бір үлгі тұтатындай күйшілер бар ма? Өзіңіз бір еліктесем деген тұлғалар? Әрине, енді әркімнің қазақ баласына, әрқандай өнер адамына, оның ішінде бүкіл қазақ даласында күй болсын, ән болсын ешкімге жат емес. Бірақ әркімнің туылып өскен жері, жұтқан ауасы, ішкен суы бар дегендей, менің туылып өскен өлкем шығыс өңір, Арысы, Кетбұға, Байжігіттерден бастау алатын күйшілік мектеп бар. Өзімнің туылып өскен өлкемде қазір 90-ның 1-іне, 90-ның 3-іне келіп отырған үлкен абыз ақсақалдар бар күйшілер. Солар ұстазым Мұрана Хатайұлы деген ұстазым болды. Колледждағы ұстазымыз бар, Рақышева Қалдыгүл деген апайымыз. Қаратау өңірінің күйшілік өнерін тұтасымен жеткізіп отырған Жанғали Жүзбаев. Солардың ішіндегі Мұрат Әбуғазы ағамыз, солардың ішіндегі бірде бірегейі, сонау Абылай заманындағы ұлы Байжігіт күйшінің күйлерін толығымен жеткізіп отырған. Осыны өзіңізден сұрағым келіп отыр, Ардаби. Енді өзіңізге демек шертпе күй, төкпе күй, соның ішінде Қаратаудың шертпе мектебі. Соның енді Қаратаудың шертпе мектебі өзіңізге жақын ба? Қалай? Шертпе күйлер жалпы жақын? Шертпе күйлер жағынан жақын. Дегенмен, енді жаңа айтып отырмыз ғой, бала күнімізден құлағымызға сіңіріп өскен
шығыстың сұлу табиғатындай, бір қурай сынбаған сұлу табиғатындай болған шығыстың күйлері әрине жанымызға жақын. Енді осы Байжігіттің күйлері қазір бізде көп насихатталып жүрген жоқ. Қытайда насихатталуы қалай екен? Жалпы енді шет жағасын естейміз, бір жағынан ұстазыңыз, әдебиет танушы, жазушы, мәдениет танушы Таласбек Әсемқұлов осы Байжігіттің күйлерін ұстап қалған адамдардың бірі. Сіз соны ары қарай шәкірт ретінде алып кетіп? Әрине, Таласбек ағамыздың еңбегін ерен деп айтуымызға болады, күйшілік өнерді. Мен ойлаймын, кейде былай жатып ойланып қараймын, бүкіл күйшілік мектепті сараптаған кезде Байжігіттің күйлеріне келгенде Таласбек Әсемқұлов ағамыздың ғана жеткізген нұсқалары. Егер де ол кісі жеткізбесе, мүмкін ұлы хан, байырғы хан заманындағы Абылай күйлері жоғалып кететін еді. Сұмдық қой, қасірет қой. Сондықтан Таласбек ағамыздың еңбегі ересен. Әрі ол кісіден одай алдына барып сабақ алып, осы Байжігіт күйлерінің оның ішіндегі мынау шерту әдісі, ол кісінің ескіден жеткізген сол қолдағы перне басу, неше түрлі қазақ әдістерді өте толығымен меңгеріп бізге жеткізіп отырған адам. Енді осыны жоғалтып алмай, керісінше осы шәкірттерді өзіңізді тәрбиелейтін ойыңыз бар болар. Енді Алла бұйырса, жаста болсаңыз, осы тамаша бір жолдың үстіндесіз. Енді бір жағынан мынандай мәселе мені мазалайды. Жалпы қазақтың күй өнері, ол ең алдымен қазақ деген кезде ең алдымен ойымызға домбыра түседі, әрине. Демек, бұл біздің салт дәстүрімізбен, біздің ішкі жан дүниемізбен туа біткен нәрселер. Енді осы күйдің мейлінше насихатталуына, мысалы күнделікті біздің өмірімізде, күйді біз күндіз түні құлағымызда жүретіндей. Сол үшін не істеуіміз керек? Қалай ойлайсыз? Осы кей кездері осы күйді, мысалы, түрлі эстрадалық әдістермен қосып, түрлі әуендерді, жаңағы сарт-сұрт дүниелерді қосып жатады. Қаншалықты осы дұрыс? Дұрыс па жоқ? Бұл жаңағы емшектегі бала, бесіктегі балаға тербетіп отырған әжесі, анасы әлдей бөпеннен бастап, ертегіден бастап қалай тәрбие берсе, бұл төл өнер біздің сол сияқты болу керек. Әу баста жеке орындаушылықта жетті ғой біздің ұлы мұраларымыз. Соны сақтап, ол эстрада, ол мынау дамыған заманның, соның 20-шы ғасырдың аяғы, 21-ші ғасырда келді ғой бізге шыны керек. Бұл да жүре береді, бұл да керек. Өйткені қазір жаһанданған дәуір, оны да сүйетін адамдар бар. Бірақ түп нұсқасы дегенмен бұзылмаған дұрыс болар. Әрине, түп нұсқасын бұзбай сақтап тартуымыз керек. Ол қай заманда да керек, ұлтымыздан жойылмайды. Міне, анау Кетбұғадан есептейтін болсаңыз, бәленбай ғасырдан бері домбыра ешқандай көрмеген қорлығы жоқ. Бірақ дегенмен орын сақтап, өзінің қадір қасиетін сақтап отыр ғой. Бұл жалғаса береді, сақтала береді, атадан балаға қала береді. Ардаби, мына алып келіп отырған домбыраңызда өзі түр пішіні де ерекше болып тұр. Енді осы домбыра туралы айтып берсеңіз, біздің көрермендеріміз де көрсе. Бұл домбыра енді Қытай қазақтарындағы шертпе күй өнеріндегі ірі тұлғалардың домбырасы кезінде күйшілер бізде өздері шауып ағаштан жасап алатын болған ғой. Сол ескі форманы үлгіні алып, 55 жылы Шанхай қаласында Қытайдың үлкен музыкалық аспаптарын зерттеу орталығына қазақ шеберлері арнайы барып, себебі ол кездегі аспап жасайтын мынандай құнды материалдар, қатты ағаштар, әртүрлі. Сол Шанхайда музыкалық аспаптар зерттеу орнында сақталған екен. Бәленбай жылдық кесіп, пішіп, тіліп қойған нұсқалары кептірулі аспап жасауға арнайы лайықталған. Соған барып, идеяны қалай жасалу керектігін, домбыраның пішінін қазақ шеберлері нұсқау берген, бірақ жасаған Қытай болған. Өйткені скрипка жасайтын шебер. Бірақ мына үлгіні осылай болсын, мойны мынша, шанағы мынша, бет қақпағы мынша көлемін қазақ шеберлер, көнегөздер айтқан. Сол 55 жылдан бері қарай сақталған домбыра. Яғни бұл домбырамыздың жасы 60-қа келіп қалып десек? 60-қа келді. Бұл енді ескі қазақы үнді өте жақсы береді. Иә, енді делебесі қозбайтын, қаны қызбайтын қазақ жоқ. Сондықтан қазір таңертеңгілік уақыт, күйші болғаннан кейін Ардаби міндетті түрде қонақкәде өзіңізден бір тамаша кешертіп берсеңіз. Мынау сол жақтағы ірі классик күйші, мынау Қытай Халық Республикасының Іле аймағында өткен Әшім Доңшұлы деген кісі болған. Бұл кісілер туралы біз ғана емес, кезіндегі Ақселеу ағамыз қалам тербеген. Ол күйші деп. Сосын қазақтың ірі фольклор танушы ғалымы Талиға Бекқожин апамыз Әшімнің аржақ бер жағындағы ұлы күйшілер туралы қалам тербеген. Сол Әшімнің кеңес деген күйі. Бұны
Ұстазым қазірде жасы 91-ге келіп отырған Камал Мақайұлынан үйрендім. Сол кеңесті тартып берейін. Тартып беріңіз. Ардаби, көптен көп рахмет. Шынында да иірімдері тамаша екен. Өзіңізге өте қысқаша бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қысқаша жауап берсеңіз, себебі уақыт аз. Мысалы, кей кездері техниканы жақсы меңгерген күйшілер бар. Кейде сырт көзден естіп жатамыз. Техникасы мықты екен, жаны жоқ. Я болмаса керісінше, жаңағы жаны, жүрегі бар, техникасы жетіспей жатады. Осыған қысқа жауап берсеңіз. Ондайда күйшілер бар. Жалпы мен кездестіріп жүрмін, колледж оқығанда, университет оқығанда да көп адамдар әрине домбыраны сүймейтін, күйді сүймейтін қазақ жоқ. Әрбір қазақтың ниетіне рахмет, бірақ баланы ешқашанда зорлап бермеу керек өмірге. Көп адамдар әйтеу домбыраны берсек зорлық болса да робот сияқты тәрбиелеп шыққанға орнып жатады, ол дұрыс емес. Құйма құлақтықпенен қанға да байланысты, бұл текке де байланысты, өскен ортаға да байланысты, әркімнің өзінің тәбетіне қарай үйрену керек деп ойлаймын. Жақсы, демек, баланың жүрегі болмаса, онда ол күйшілік өнерге тартудың қажеті жоқ. Шынында да Ардаби, бүгін келгеніңізге көптен көп рахмет.